Жалғастырамыз. Өскеменде ауыл шаруашылығы саласында кооператив құру мәселесі талқыланды. Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының шаруалары бас қосып, келелі мәселені жан-жақты зерделеді. Дүниежүзілік сауда ұйымына кірген соң, елдің ауыл шаруашылығы өндірушілері әлемдік масштабта бәсекеге төтеп беруі тиіс. Сондықтан шаруаларға кооператив құрып, бірігу қажет. Тек осы жағдайда ғана шағын кәсіпкерлер мемлекеттің қолдауына ие бола алады деп есептейді ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері. Ал кооперация қайта өңдеу зауыттары мен цехтарын ашып, нарыққа шикізат емес дайын тауарды шығаруға жол ашпақ. Закон о кооперации позволит объединяться. Кооперация туралы заң өндірушілерге бірігуге мүмкіндік береді. Сонда ғана олар мемлекеттің қолдауына ие болады. Мұнда кредиттік ресурстар да қаралған. Бүгінде шаруа қожалықтары белгілі бір қызметті көрсету мақсатында субсидия алу үшін банк қызметіне жүгіне алмайды. Ал кооперация туралы заң тауар өндірушілерге бұл мүмкіндікті бермек. Кооперация туралы заң қазірде мәжілісте талқылануда, шаруалар өз кезегінде ұсыныстарын айтуға әзір. Әсіресе елдің мал шаруашылығы саласы қолдауды талап етеді. Өкінішке орай, отандық өндірушілер ет өнімдерін экспорттай алмайды. Қаржыны бөлу ережесіне сәйкес тиісті субсидиядан ірі ауыл шаруашылық фирмалары да қағылуда. Мәселен, былтыр Шығыс Қазақстан облысының мал шаруашылығымен айналысатын фермаларына 1 миллиард 400 миллион теңгелік субсидия жетпей қалған. Сол себепті шаруалар субсидиялау бағдарламасын тағы бір зерделеуді сұрап отыр. При этом субсидии не должны развращать крестьянина. Бөлінген субсидия шаруалардың басын айналдырмай, оны ынталандыруы қажет. Яғни ары қарай жұмыс істеуге жол ашуы тиіс. Біз бір бағыт бойынша бәсекеге төтеп беруіміз керек. Қиын әрине, алайда негіз бар. Алдымен ірі өндірушілерге қолдау көрсеткен жөн. Ал шағын қожалықтардың жойылмауы үшін біріктіруіміз қажет.